Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай творожный пирог жасайтын боламыз. Өте жасау жолы тез. Каналыма тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта мені жоғалтып алмас үшін. Сол кезде жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Келесі видеода осындай какао қосылған влажный шоколадный пирог жасайтын боламыз. Ал енді кеттік бастаймыз. Алдын ала барлық ингредиентті описанияға қалдырамын, дайындап аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызға қантымызды саламыз да жұмыртқамызды салып, қолмен немесе осындай вилканың көмегімен барлығын араластырамыз. Араластырып біркелкі масса болған кезде ұнымызды саламыз. Ұнға 1 шай қасық разрыхлительді салып, араластырып, ұнымызды қосып, бірінші осы вилканың көмегімен араластырып аламыз да, ары қарай кішкене тағы ұн қосып, қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын қамыр болып шығу керек. Ары қарай қолмен илеймін, кішкене ұн себемін де жұмсақ қамыр болып шығады. Ұнды көп қосып жібермеңіздер, онда тестасы қатты болып қалуы мүмкін. Осында видеодағыдай болып шығу керек қамырдың консистенциясы. Енді бұл дайын қамырымызды біз пакетке салатын боламыз. Пакетке салып, холодильникке 30 минутқа немесе морозильникке 15 минутқа салып қойсаңыздар болады. Қамыр дайын болғанша енді ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Творогымызды осында блендерге салып, үстіне жұмыртқамызды саламыз, қаймағымызды саламыз, құмшекерімізді саламыз. Қаймағымызды салып, блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын болады. Енді алдын ала печкамызды қыздырып қоямыз. Холодильниктен шыққан осында қамырымызды видеода көріп тұрғаныңызда қолыңызға жабыспайды. Холодильникте тұрса кішкене. Сосын осында формамызға, немесе сіздер төртбұрышты форма болмаса, осындай домалақ формаға жасауға болады. Барлығын жайып болған соң, қолдың көмегімен начинкамызды салып, үстіне мен әсемдігі үшін вишняны қолдандым. Осымен қызып тұрған пеште 180 градуста пісіресіздер. Осы рецептпен жасап көріңіздер, жұмсақ болып шығады қамыры. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта мені жоғалтып алмас үшін жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Қызып тұрған пеште пісіреміз. Енді міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Формамыз суыған соң формамыздан шешеміз. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.